Сәлем достар, бүгін біз заколка тігіп үйренетін боламыз, яғни шаш тергіш. Бізге керекті матамызды қиып дайындап алдым. Бізде мұнда ұзындығы 60 см, ені 12 см. Және де дәл осындай ортасынан 12 см шығарып аламыз да, оның ені 1 см қылып жасайтын боламыз. Екі жағын осылай дөңес, яғни доңғалақ қылып осылай сызып алатын боламыз. Ендігі кезекте осылай дәл ортасынан қайырып, біз осы сызған жерімізді артығын қиып алып тастаймыз. Қиып болғаннан кейін екінші матаның үстіне жайып, дәл осылай бірдей қылып, тоже онда астыңғы жағын қиып алып тастайтын боламыз. Міне достар, қиып алды. Ендігі кезекте біз ортасын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп шықтық. Ендігі кезекте осындай ортасынан осындай заттың көмегімен қиятын боламыз. Және де осы екі шетін дәл видеодай қиып алып тастайтын боламыз, яғни қайырылып тұру үшін. Міне достар, болды. Енді осылай оң қаратып, матамызды дайындаймыз. Дұрыстап бәрін бір тегістегі қалып осылай реттеп жаямыз. Одан кейін үтікпен осылай үтіктеп аламыз. Үтіктеп және тігіп алдым. Осылай дәл видеодай қайырып, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігу барысында ішіндегі матамыздың бірге тігіліп кетпеу керек, соны тексеріп отыруымыз керек. Достар, видео ұнаватса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Міне осылай ішкі жағына жайлап тартып, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Және де кішкентай ғана оң қарататындай тесік тастап кететін боламыз. Міне достар, дайын болды. Енді осы матамызды оң қаратып аламыз. Міне достар, оң қаратып алдық. Ендігі кезекте осымызды матамызды үтіктеп, және де осында 0,5 см-дей айналдыра тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп шықтық. Ендігі керекте бізге осындай сым керек болады, яғни оның диаметрі 80 см. Осылай бас жағын қайырып, осы матамызды айналдыра өткізіп шығатын боламыз. Міне достар, өткізіп шықтық.
Ендігі кезекте осы қалған жерін ішіне қарата салып жібереміз. Міне достар, дайын болды. Көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Және де достар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.